Достар, сіздер ғаламшардағы ең сәнді қаланың көз қарықтырар сәулесінің артында қандай баға жатқанын ойлап көрдіңіздер ме? Көз алдыңызға елестетіңізші, сіз Бурдж-Халифаның төбесінде тұрсыз, ал алдыңызда жарқыраған зәулім ғимараттар мен қолдан жасалған, биіктен мінсіз өрнектер сияқты көрінетін пальма аралдардың панорамасы жатыр. Бірақ көзіңізді туристік бағыттардан сәл әріге аударсаңыз, кездейсоқ жолаушы сирек баратын кварталдарды көресіз. Бүгін мен сіздерге параллель әлемдерде өмір сүретіндей, бір-біріне мүлде ұқсамайтын екі Дубай туралы айтып беремін. Бірі алтын көліктерінен, билейтін субұрқақтардан, қиялға сыймайтын 7 жұлдызды қонақүйлерден құралған калейдоскоп. Екіншісі ондаған, жүздеген мың адамдар сән, салтанаттан алыс жағдайда өмір сүретін орын. Бірақ осының бәріне мүмкіндік беретін дәл осы адамдардың еңбегі. Бір адамдардың арманы басқалардың нәзік тағдырына құрылған қаланың шынайы жүзін білуге дайынсыздар ма? Бұл оқиға жер шарындағы ең тез дамып келе жатқан мегаполис туралы сіздің түсінігіңізді мәңгіге өзгертеді. Және, сеніңіз, осыдан кейін сіз Дубайдың жарқыраған мұнараларына бұрынғы көзбен қарай алмайсыз. Сонымен, достар, біз саяхатымызды бүкіл әлемге таныс, құлақ естімеген сән, салтанат пен батыл сәулеттік жобалар қаласы Дубайдан бастайық. Ойлап көріңізші, небәрі жарты ғасыр бұрын мұнда шексіз құмдар созылып жатқан, ал бүгінде Бурдж-Халифа аспанға ұмтылуда. Биіктігі 828 болатын бұл алып, адам қолымен жасалған ең биік туынды. Ал сіздер бұл инженерлік ғажайыптың ішінде тек бас айналдыратын бақылау алаңы ғана емес, сонымен қатар бір түні ескі көлік құнындай болатын сәнді Армани қонақ үйі бар екенін білесіздер ме? Және бұл тек бастамасы ғана. Дубайда пальма пішінді жасанды аралдар жасалған. Иә, олардың пішіні тіпті ғарыштан да көрінеді. Осындай шедеврлердің бірі Пальма Джумерада өзінің аквапаркі және су асты мейрамханасы бар ертегідегідей қонақ үй орналасқан. Сіздің кешкі асыңыз нағыз акулалардың қоршауында өтеді десеңізші. Ал планетадағы ең ірі сауда орталығы неге тұрады? Оның бір шаңырағының астында әлемдік люкс брендтерінің бутиктері ғана емес, сонымен қатар аптап ыстық шөлдің ортасында нағыз тау шаңғысы кешені орналасқан. Күн сайын кешке Бурдж-Халифаның етегінде көпшіліктің пікірінше, тіпті Лас-Вегастағы әйгілі Белладжо субұрқақтарынан да асып түсетін, әсем ән салатын субұрқақтар шоуы өтеді. Қала көшелерінде алтын көліктері мен эксклюзивті суперкарлар баяу жүзіп өтеді. Ал жергілікті полицияның гаражынан және көліктерін табуға болады. Әйгілі желкен, қонақ үй Бурдж-Аль-Арабтың кейбір нөмірлерінде тіпті есік тұтқалары да таза алтыннан жасалған. Ал қонақтарды төбедегі тікұшақ алаңына жеке тікұшақпен жеткізеді. Жақында мұнда планетадағы ең әдемі ғимарат деп аталып жүрген, алып көз пішінді футуристік ғимарат ашылды. Сондай ақ Дубайда айналмалы зәулім ғимараттар салынуда, ұшатын таксилер әзірленуде және Марсты колонизациялауды шындап жоспарлауда. Бұл қалада мүмкін емес ештеңе жоқ сияқты, ал жалғыз шектеулер адамның қиялы мен банктік шотының мөлшері ғана. Бірақ, достар, бұл көз қарықтыратын сән, салтанат пен технологиялық салтанаттың артында сіз жылтыр туристік проспектілерден оқи алмайтын және шолу экскурсияларынан ести алмайтын мүлдем басқа Дубай жасырынып жатыр. Мен бейресми түрде жұмысшылар қаласы деп аталатын Сонапур ауданы туралы айтып отырмын. Дәл осы жерде әлемді таң қалдыратын зәулім ғимараттарды өз қолдарымен тұрғызып, бүкіл сән, салтанатты жасайтын адамдар тұрады. Мен бұл кварталдарға алғаш рет барғанымда, жарқыраған туристік орталықпен арадағы айырмашылық соншалықты үлкен болды. Тіпті мені таңғалдырды. Қарапайым қонақ бөлмесінің көлемінде бір бөлмеде 12 немесе одан да көп адам тұрады десеңізші. Олар 2 қабатты кереуеттерде ұйықтайды, ал олардың жеке кеңістігі қарапайым шкафпен шектелген. Осындай тар жағдайда 150-нан астам жұмысшы тұрады. Жазда ауа температурасы 50 градустан асқанда, кондиционерлер жиі істен шығады, ал оларды жөндеуге апталар кетеді. Бұл адамдардың жұмыс күні таң атпай, сағат 4:00 немесе 5:00-де басталады. Сол кезде арнайы автобустар оларды құрылыс алаңдарына алып кетеді. Олар күніне 12 сағат жұмыс істейді, көбінесе демалыссыз. Бұл қажырлы еңбегі үшін айына шамамен $300 алады. Сонымен қатар,
Олардың көбі Дубайда оларға алтын таулар уәде еткен жалдау агенттіктеріне үлкен қарыздарын төлеуге мәжбүр. Жұмысшылардың көпшілігінің төлқұжаттары жұмыс берушілерде сақталады. Бұл оларды елден кету мүмкіндігінен айырады. Олардың аудандарында сіз сәнді сауда орталықтарында жарқыраған субұрқақтарды да, тіпті демалуға арналған қарапайым инфрақұрылымды да таба алмайсыз. Жалғыз ойын, сауық кішкентай дүкендер мен қарапайым шайханалар. Онда кешкі уақытта ескі теледидардан крикет көруге болады. Енді сіз Дубайдағы жаңа зәулім ғимараттың батыл иеліміне кезекті рет таңданғанда, осы керемет ғимараттың әр қабатының артында жүздеген осындай оқиғалар, жүздеген адам тағдыры тұрғанын есіңізге түсіріңіз. Ал небәрі 50 жыл бұрын, бұл жерде миллиондаған еңбек мигранттарының қолымен салынған болашақ қаласы пайда болады деп ешкім де елестете алмаған еді. Маған қарапайым балықшылар ауылының әлемдік мегаполиске айналуының таңғажайып тарихын айтып беруге рұқсат етіңіз. 1960 жылдар болатын. Парсы шығанағының жағасындағы шағын елді мекен. Онда жергілікті тұрғындар балық аулаумен және інжу, маржан өндірумен айналысып, қарапайым өмір сүрді. Олардың тұрғын үйлері пальма жапырақтарынан жасалған қарапайым үйлер, ал шаңды көшелерде түйелер баяу қозғалатын. Кенеттен таңғажайып сәттілік. 1966 жылы мұнда мұнайдың бай қоры табылды. Бұл бас айналдыратын табыс тарихының бастауы болды. Мұнай долларлары Дубайға тоқтаусыз ағынмен құйылды. Бірақ ең бастысы, жергілікті билеушілер көреген стратегтер болып шықты. Олар мұнай қоры ерте ме, кеш пе таусылатынын, демек, тұрақты нәрсе жасау керектігін жақсы түсінді. Осылайша, Дубайды халықаралық сауда және туризм орталығына айналдыру туралы амбициялық идея дүниеге келді. 70 жылдары алғашқы терең сулы Джебел Әли портының құрылысы басталды. Ол бүгінде таяу шығыстағы ең ірі порт болып табылады. Содан кейін, бүкіл әлемнен іскер адамдарды тартқан еркін экономикалық аймақ құрылды. 1985 жылы авиакомпаниясы құрылды. Ол қысқа мерзімде Дубайды шығыс пен батыс арасындағы маңызды көлік торабына айналдырды. Бірақ нағыз құрылыс бумы 90-шы жылдары басталды. Сол кезде Шейх Мұхаммед Дубайды планетадағы басты туристік бағытқа айналдыру туралы өзінің ұлы жоспарын жариялады. Дәл сол кезде алғашқы маңызды жобалар пайда бола бастады. Аңызға айналған желкен, қонақүй Бурдж, Әл-Араб, жасанды аралдар Пальм, Жумера, сауда орталығындағы жабықтау шаңғысы кешені Қала қарқынды дамыды. Жыл сайын жаңа, одан да ауқымды және әсерлі нәрсе пайда болды. Ал зәулім ғимараттардың өсуімен бірге еңбек мигранттарының армиясы да үнемі өсіп отырды. Олардың тынымсыз еңбегінсіз бұл даму мүмкін болмас еді. Олар Үндістаннан, Пәкістаннан, Бангладештен, Непалдан адамдар өз үйлерінде отбасыларын асырау және күн көру үшін ауыр жұмыс істеуге дайын барлық жерден келді. Ал енді осы әсерлі өсу үшін төлеуге тура келетін баға туралы сөйлесейік. Достар, Бангладештегі шағын ауылдан келген жас жігітті елестетіп көріңіз. Ол ертегідегі Дубайда жұмыс, жоғары жалақы, тегін тұрғын үй және тамақ уәде ететін жалдау агенттігінің жарқын хабарландыруын көреді. Үміттеніп, ол агенттіктің қызметтері үшін төлеу үшін туыстарынан қарызға алады, немесе өзіне көтере алмайтын соманы, шамамен $500 несиеге алады. Бірақ Дубайға келгенде шындық қатыгез және ашы болып шығады. Оның төлқұжаты дереу сақтауға алынады. Жұмыс жағдайлары уәде етілгеннен әлдеқайда нашар, ал жалақы 3-4 есе аз. Сонымен қатар, температурасы 50 градустан жиі асатын аптап ыстық күн астында күніне 12 сағат жұмыс істеуге тура келеді. Үйге кету мүмкін емес. Төлқұжат жоқ. Агенттікке қарызды қайтару керек, ал туған жеріндегі отбасы ақша аударымдарын асыға күтеді. Және ең сұмдығы не екенін білесіз бе? Мұндай оқиғалар жүздеген немесе мыңдаған емес, олар миллиондаған. Құқық қорғау ұйымдарының деректері бойынша, Дубайдағы жұмысшылардың 90%-тен астамы осындай жағдайға тап болады. Мұндағы еңбек қатынастарының жүйесі кафала деп аталатын қамқоршылық тәжірибесіне негізделген. Онда жұмысшы өз жұмыс берушісіне толықтай тәуелді болады. Ол оның рұқсатынсыз жұмыс орнын ауыстыра алмайды, немесе елден кете алмайды. Сонымен қатар, елде кәсіподақтарға тыйым салынған, ал ереуілдер қылмыстық құқық бұзушылық болып саналады. Егер жұмысшы өз құқықтарын қорғауға тырысса немесе адам төзгісіз еңбек жағдайларына шағымданса, оны жай ғана депортациялауы мүмкін, сонда оның отбасы асыраушысыз қалады.
ал несиелерді өтеу мүмкіндігі болмайды. Басында айтқан сәнді зәулім ғимараттарды еске түсіріңіз. Осы жарқыраған ғимараттардың әрбір шаршы метрінің артында ондаған осындай оқиғалар тұр. Оншақты күйреген тағдырлар. Достар, сіздердің ойларыңызша, егер қаланың ұлылығы басқа адамдардың азап шегуіне құрылған болса, оны шынымен ұлы деп атауға бола ма? Дубайды жиі болашақ қаласы деп атайды. Бірақ ойланып көрейікші, бізге осындай болашақ керек пе? Иә, мұнда әлемдегі ең биік ғимарат, биіктігі 828 метр Бурдж Халифа бар. Ең үлкен сауда орталығы, ең сәнді қонақ үй, ең әсерлі субұрқақтар. Бірақ ең деген сөздің артында не тұр? Мен кезекті сәулет шедеврінің бақылау алаңында тұрып, осы сән салтанатты салу үшін бір бөлмеде 12 адамнан тұратын Сонапурдағы адамдар туралы. Кезекті дизайнерлік әдемілікке таңдануымыз үшін аптап ыстық күн астында күніне 12 сағат жұмыс істейтіндер туралы, қарыз құлдығынан шыға алмай, жылдар бойы отбасыларын көрмейтіндер туралы ойлаймын.